құрбаны бола білген жанарының лайды жел бетіне, жөн болар өткеніме қарап өткен, қазақ болғанша не көрмеді, тәңір бізден тек көзім талап еткен. Мен қанмен тер төгілген соң қатарынан, атаның арманына бала жеткен, сондықтан қаймықпастан айта аламын, қазақты дара және дана деп мен, баласы үшін қасірет. Міне қазақтың батыр қыздары, Қамерис Тұмар ханшайымның жалғасы. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Асыл тектілер болмаса асылдар қайдан шығады? Рухтылар қайдан шығады, мықтылар қайдан шығады? Нөсер шөпке белшесінен баққандай, құйғытсам бір далағала болады-ау, көз алдымда аунап бара жатқандай. Ұлыстың күнінде дүбірле далам, дүбірле. Азат бұл елім күнімде, басқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Айғай шу қошемет қайда? Деген ел бөлек, қазақ туған ата мекен жер бөлек, киіз үйге ай секілді дөңгелек. Құсы азат ұшқан, мәңгілік жайнай берсін Қазақстан. Саятшылық өнерде шырға тарту деген бар. Ал куәгер болыңыздар қыран құстың қала елетіне. Құрмет қошемет қайда? Мінекей қырандай шүйдіп келіп, төбеден төнді деген осы болса керек, құрметті ағайын. Қыран құстардың ішіндегі ең тектісі, ең еттісі. Себебі қыран үйрететін адамның мінезі де қырандай өткір болу керек. Нағыз аңшылық, саятшылықтың белгісі, үлгісі, бейнесі. Адам жаудан қайтпаған, басын кесіп алса да ешқашан жалған айтпаған. Ат сүрініп болғанша ақыл тапқан қазақтың батыр қыздары. Бұл рух, бұл патриоттық сезім, бұл қазақтың мінезі, бұл кең даланың батырлығы, өрлігі, ерлігі. Ел ішінде ел есімі сақталар, жақсылықтан келсін елге хат хабар. Қазақтың дәл осындай ұлымен, қызыменен салттан жығылмай қайта атқа қонған ару қызға қошемет қайда? Кешегі Тұмар ханшайымның, Қамерис Нұрын ананың, Домалақ ананың, Әлия Мәншүктің, Ләззат пен Сәбираның жалғастары Ордерей Қабанбайдың, Қанжығалы Бөгенбайдың, Шабыраштың Наурызбайдың, Ер Махамбеттің жалғасы. Қазанаттар ананың рухы, бұл өрліктің белгісі, бұл ерліктің белгісі, азат екеніміздің белгісі.
белгісі. Ұлыстың ұлы сен еркексің, үнін ойлап пайға бар. Ел жеріңнің ертең үшін байрақ ал. Аласарма алға батыр бауырым, намысыңды жігеріңе қайрап ал. Everett World Record in the category GBR Extreme Records. Құрметті алматылықтар, дүниежүзілік рекордтар кітабы бүгін ресми түрде өте экстремальды рекордтардың қатарында жататын 2 рекордты тіркеуге арнайы келдім. Біздің бүгінгі рекордтарымызды тікелей телеграм каналдар арқылы 3 сарапшы бақылайды. Марокконың азаматы, Африка елінен, Мозамбиктің азаматы, Африка елінен және Түркия елінің сарапшылары. Қошемет қайда ағайын! Бұдан кейін бүгін міндетті түрде оны айтамыз. Сергей, прошу подтверждение. Сайдалина Динара бейбіт қызына қол соң қошеметтеп қойыңыздар. Толығынан тиген жоқ, сондықтан әлі 2 мүмкіншілік бар. Австриялық маман қазір енді біз фиксация Вена қаласынан бізге шешім келеді, оның барлығы қазір. Тем временем мы фиксируем вторую попытку как успешную. Специалисты с оборудованием шақырым 700 секунд. Целых 70 тысячных секунд. 35 километров 70 тысячных секунд. Бұл жаңа дүниежүзілік рекорд. Бұғынға дейін мұндай рекорд жасалынбаған және теу. Бірінші рет дүниежүзілік рекордтар кітабы осындай экстремалдық рекордты тіркеп отыр. Маң басқан шұдаларын шаң басқан. Осы аттың жалы атанның қолында өстік десе, құрметті ағайындар, көші-қонда әрине түйедейтін жануардың орны ерекше, ең қадірлісі ойсыл қараның түлігі деп жатсақ, сол түйемен алғаш әлемде қазақ қызы жан батудан рекорд орнатты. Көк туымыз көкте желбіресін, еліміздің мерейі абыройы асқақтан деп тілейміз. Енді құрметті ағайындар, баршаңыз әлеуметтік желде есіп хабардар болған шығарсыздар. Осыдан 2 ай бұрын Топжарған этно мәдени өнер орталығынан қазақтың бір батыр жігіті шыққан. Ол 2 аттың үстінде 2000 метр, яғни 2 километр қашықтықта тікесінен тік тұрып шауып өткен Жасұзақ Ернар Ғалымжанұлы дейтін батыр ұлдарыңыз естеріңізде ма? Метрде Ернар Жасұзақ жүгенді ұстамай, аттың босын бос қоя беріп, үлкен жылдамдықпен мүмкіндігінше 2 аяғында тұрып, жүгенді ештеңені ұстамай шауып өтеді. Сондықтан 500 шақырымда енді жылқы малының атының жылдамдығын көресіздер. Ернарға бұл қосып етіп қойсаңыздар. Құрметті ағайындар, Жасұзақ Ернар Ғалымжанұлы 2 шақырымды 2 аттың үстінде келген болатын. Енді бүгін 1 аттың үстінде еркіндіктің символы білесіздер ғой. Құрметті ағайындар, міне қазір қарасаңыздар, Динара 10 секундқа жетпей 9 секундта әлемдік рекорд орнатты. Бірақ осы 9 секунд үшін 9 айдан аса уақыт осында күнімен түнімен дайындалған болады.
жігіт жүрек арманы кесіп құлақ секілденіп самғаны ер қарқынға қызыққанда жәңгіріп бере салса екен деген тарланы ер қарқынға қызыққанда жәңгіріп бере салса екен деген тарланы шарқырап қашан көлдеңіз шуласа шүйгін шөбі жүйріксіз ақ қураса сорақысы енді жылқы жануар қабанбайдың қубасындай тумаса сорақысы енді жылқы жануар қабанбайдың қубасындай тумаса бағы шапқан сұңқар жайғырасаңыз асуларына мініп атамыз қара елді біз сүзгенде ұялмаса қара жерді қалай ғана басамыз қара елді біз сүзгенде ұялмаса қара жерді қалай ғана басамыз қара елді біз сүзгенде ұялмаса қара жерді қалай ғана басамыз танымы әлемдік рекорд орнатуды бастады. Куә бол қазақ, куә бол алаш, бисмилля. Міне еркін самғап қырандай келе жатқан Ернар Ғалымжанұлы Айғасқа тұлпармен Алла жар болсын. Қошемет қайда, айқай-шу қайда, ағайын! Мені қазақтың рухы, мені қазақтың жігіті, жасұзақ Ернар Ғалымжанұлы. Сен батырсың, сен қазақсың. Рекордтар кітабына енгелі тұр. Қошемет қайда қазағым? Құрметті қонақтар, рекорд орнатылды, бірақ қана нәрсе қазір біз лазерлік фиксацияны жасап отқан сарапшылардың, мамандардың соңғы шешімін тосып отырмыз. Уақытын тұсаукесері 2027 жылы Жасұзақ Ернар Ғалымжанұлы Айғасқа! Ернар, сен батырсың. Сені туған анаңа рахмет, атаңа рахмет. Ей, қазақтың баласысың сен. Міне, астындағы тұлпары қазақтың атын шығарған Айғасқа. Жаттап алыңыздар ағайын. Үстіндегі шабандоз Ернар Ғалымжанұлы. Қазақтың баласы. Ай, тамаша, жібері аттың басын. Сен батырсың, сен қазақсың, сен азатсың. Үш шаршы километр 43 секунд. Сергей, еще раз. 43 секунды 331. 43 километра 331 километра в час. 41,5 секунды. Жалко.